Бірде бай алыс сапардан үйге қайтар жолында байқамай ең жақсы көретін торсығын түсіріп алады. Торсығын нағыз бір тума белгілі шебер жасаған екен. Мынаның әдемісін қара. Ол қайдан жатыр? Қазірше орныңда жата тұр. Жақында сені қожайының алып кетер. Қабая, қап мынау жылдар бойы сақтаған ең жақсы көретін торсығымды жоғалтқанымды қарашы. Қайда жоғалттым екен, Жолда келе жатқанымда түсіріп алған шығар. Енді оны табу қайда? Ең бағалы затымды жоғалтқанымда, ақымақ басым. Ассалаумағалейкем, байеке. Ау, байеке, неге көңіліңіз жоқ? Бүгін анау бір жақсы көретін торсығымды жоғалтып алдым. Соны қимай отыр. Жылдар бойы ұстап жүріп, аяқ астынан жоғалтқанымды қарашы. Абыржыма байеке, одан да мына шайыңнан құйып жіберші. Менің бір сиқырлы кесем бар. Соған шай құйып ішсем, жоғалтқан затын қайда екенін көріп тұрам. Қалай? Торсығым көріне ма? Міне, торсығың ауыл сыртында ана бір ескі балбалдың қасында жатыр екен. Дәл қазір барсаң бірден тауып аласың. Мұна алдардың кесесі шынымен сиқырлы болып шықты ме? Ертеңіне алдар көсенің сиқырлы кесесі бар екен. Және ол кез келген жоғалған нәрсені табалады деген сөз бүкіл жұртқа тарайды. Алдар көсе, анау кесеңді алып үйге жүрші. Баптап шай берейін. Анау бір тоқтымды жоғалтып алып. Оларды қайтесің. Одан да маған көмектес, алдар. Бұл уақытта хан ордасында адам айтқысыз айғай-шу болып жатқан еді. Атасы Шыңғыс ханнан қалған ханның асыл зүбәржат тасы жоғалған екен. Оңбаған ақымақтар, өңшең ақымақтар, зүбәржатымды қайда жоғалттыңдар, өңшең ақымақ немелер. Хан ием, мына менің алдар деген бір көршімнің сиқырлы кесесі бар. Оған құйып шай ішсе, зүбәржатыңыздың қайда екенін бірден біліп айтып береді. Дереу алдым әкеліңдер оны. Мен алдардың кез келгенді алдап кететін әдеті бар екенін бұрыннан естуші едім. Сондықтан таң атқанша зүбәржатымды тауып бермесе, басын шауып тастайтынымда ескертіңдер. Пырмай, кесем сиқырлы деп, несіне аузыма келгенімді айтып сандырақтадым кедім. Енді оның зүбәржатын қайдан табам? Өз басыма бәлетлеп, құрыдым. Қашайын десем, жан жақтан аңдып қарауылдап отыр. Ақымақ басыма нем бар еді? Менаның кесесі шынымен сиқырлы ма? Олай болса, зүбәржатты біздің ұрлағанымызды біліп қояды ғой. Менімше бәрін алдын ала біліп отыр. Таңның атқанын күтіп, ханға бәрін баяндайтын болды. Амалын табу керек. Жарық дүние, қош бол. Қазір таң атады. Мына иттер басымды да шауып тастайды. Кешірегөр бізді алдар көсе. Кешірші алдар бізді кешірегөр. Мет қылма бізді алдар көсе. Алдар біз алайық деп емес, енді бізді құлтады ғой алдар. Кешірші алдар, ақымақ болдық. Мына зүбәржатты сен ал. Мына біз түлен түртіп оны несіне ұрладық? Қалағаныңды жасаймыз. Алшы алдар, кешірші тек. Аллаға мың шүкір. Солайды. Ханға сендер туралы бәрін айтқым келіп отыр едім. Бірақ мына
бастарыңды иіп өздерің келгендіктен ұстап бермей-ақ қояйын сендерді. Ендігі әрі ұрламайтын болыңдар. Әрине, бұл жақсылығыңды ұмытпаймыз Алдар. Ұмытпаймын, жақсылығыңды өлсем ұмытпаймын. Мия, қайдан тауып алдың? Мынау тағыңыздың артына домалап түсіп кетіпті. Алдар көшеге тезірек құрмет көрсетіңдер. Оған қоса өзі арқалап әкететіндей алтын беріңдер. Алдар көше алтынын арқалап әрең келе жатса, ханның малайлары да келіп, тағы да арба толы алтын беріпті. Ал Алдар болса, жалғанда жалпағынан басып жүре береді. Әл, қош бол, кешем менің көп жақсылық жасап едім. Бірақ енді әр нәрсенің де шегі бар. Азды қанағат қылмасаң, көптен құр қаласың деген. О, сорлы басым, әй сорлы басым, енді қайттым. Әй, міне ең сиқырлы кесем сынық қалды. Әй сорлы басым, ай қайттым. Мен алдармын, жәрмеңкеге барғанмын. Түрлі ғажабын көріп келем базардың. Бай потерял любимую вещь. Бай жақсы көретін дүниесін жоғалтып алыпты. Бай жақсы көретін дүниесін жоғалтып алыпты. Моя волшебная пиала все найдет. Менің сиқырлы кесем бәрін тауып береді. Менің сиқырлы кесем бәрін тауып береді. У хана пропал драгоценный камень. Ханның асыл тасы жоғалыпты. Ханның асыл тасы жоғалыпты. Где же мне его найти? Оны мен қайдан табам? Оны мен қайдан табам? Не губи нас, возьми изумруд. Өлтіре көрме бізді, Зүбәржатты ала бер. Өлтіре көрме бізді, Зүбәржатты ала бер. Эх, разбилась моя пиала. Әттеген-ай, кесем сынып қалды ғой. Әттеген-ай, кесем сынып қалды ғой.